аса реніш қапты енді. Ол енді ара Әрине. күн ара болатын дүние ғой енді. Ол басталғаннан кейін ара қатынас күн ара болып тұрып, күн ара ренжісіп кранда татуласып кетесің. Просто до эфира болып қалды да, бұл нәрсе сол үшін эфирға шығып кетті. Әйтпесе өзара келісіп алатын нәрсе деп ойлаймын негізі. Жақсы сөйлессе. Диас, бұл жерде көзге жас алатындай жағдай көріп тұрсыз ба? Негізі әр адамның өзінің жақтырмайтын бір дүниесі бар. Ұнамайтын, жүрегіне тиетін дүниесі бар. Сол енді Мерейдікі айқайлау болып тұр ғой. Енді қаншалық дауыс көтерген білмеймін Санатжанның, бірақ та мүлдем айқайламаш, осы халықтың алдында сөз берші деген сияқты дүниелер айтып жатыр ғой. Оған сол ғана маңызды деп ойлап тұрмын. Енді жұптық басталмай жатып дауыс көтеру де қыз баласы үшін бұлай да дауыс көтеру өте ауыр. Бұл кісілерде тіпті жұптық басталмай жатып, бұл алдын ала беріліп тұрған бір белгі емес пе? Әрине дауыс көтеруге болмайды. Мүлдем қол көтеруге, дауыс көтеруге қыз баласына мүлдем болмайды. Енді қалай айтсам болады? Сіздің бір сөзіңіз есімде, әлсіз еркек қана жаңағы қыз баласымен алысады. Иә. Деген бір эфирде айтқаныңыз болатын. Әлсіз еркек қана қыз баласымен алысады, соған ғана әлі жетеді. Ал басқа еркектерге оны әлі жетпейді. Сондықтан мешен болып қызда балады да. Сол енді не айтсам болады? Санатжан туралы ер азамат ретінде не айтасыз? Санатжан өзі сөйлеу манерасының өзі бір кішкене бір түрлі. Қыз баласына ауыр естілетін сөздер бар, бірақ ол үшін ол норма да. Егер оны норма деп басқа қыз баласы қабылдаса, жарайды деген сияқты. Бірақ Мерей оны қабылдамай жатыр да. Сен ауыр сөйледің. Санатжанның кішкене тон көтергенін ауыр деп санап отырмын. Әлде шынымен де тон көтерілді ма қатты болып? Бұл енді бізге белгісіз. Бірақ та менің айтарым, менің айтарым, қыз баласын мәпелеп өсірді бала кезден. Ата-анасы тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай өсірген қыз баласына бір таныстықта жүрген еркек адам дауыс көтерген менің ойымша орынсыз. Бірақ та мен Мерейге де айтқаным бар, саған осы бір кішкене абьюзердің аты жөнін айтып қойдым деймін да. Неге өйткені оның алдындағы ара қатынасы кішкене осылай басталып, енді бітіп кетті. Мына ара қатынас өсіп басталып отыр деген сияқты. Білмеймін, бір или сондай Мерейге ұнайма деген сияқты. Бұл енді сіздің айтпағыңыз рұқсат беру ма? Сен өзің неге рұқсат бересің? Сол нәрсені ер адам көрсетеді деген ой ма? Қыз өзі граница қою керек. Сол нәрсе, иә? Жоқ, маған бұл ұнамайды. Болады, болмайды деген. Басымды қатырма деген. Мен егер қыз болатын болса, сөйтіп айтатын, басым қатырма. Жақсы. Енді алда не болатынын көре жатармыз. Келесі жарнамада қайта жүздесеміз, көрермен.